Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздерге Windly Energy деген жобамен таныстыратын боламын. Бұл жақта сіздер инвестиция арқылы табыс таба аласыздар. Бұл проектті таныстырмастан бұрын достар арнада тіркелуді ұмытпаңыздар, өйткені сіздерге күнделікті осы жақта қалай интернеттен ақша табу жолдарды ақпаратпен видео ретінде сіздермен бөлісемін. Жақсы. Ең бірінші достар, бізге регистрация өту керек. Сілтемесін осы бейнероликтің комментариясына қалдырып кететін боламын. Регистрациясы өте оңай. Өзіңіздің логин жазасыз, пароль, одан кейін email почтаны енгізген кезде өзіңіз қолданып жүрген email почтаны енгізіңіз, себебі сізге код подтверждение келетін болады. Сол код подтверждение өзіңіз ол жаққа енгізесіз, одан кейін жеке кабинетке кіретін боласыз. Бұл жақта инвестиция арқылы табыс табатын боламыз. Бізде 3 пакет көрсетілген. Біріншісі 1%, бірде 3%, және бірде 6, және 2%. Одан бөлек бұл жақта депозиттің өзі төртке бөлінген, яғни инвестицияның жолы. Бізде біріншісі депозит обычный, екіншісі пул. Яғни бұл пул әзірше жасалуда, в ближайшее время шығады деп тұр, енді күтетін боламыз, және де өздерінің экосистемасы бар, өздерінің токендарына жақын арада шығады деген әңгіме шығып жатыр, және де сцена токені VDL қазір сәтте 0.001 мен бағаланып тұр. Және бұл жақта толықты ақпаратты білгіңіз келсе, мына жақта оқып таныстаңыз болады. Және де төртіншісі, бізде бірден депозит құясыздар, және де сізге анықтап береді, қанша бұл жақта инвестиция ақша салсаңыз, қанша пайыз сізге табыс алып келетін бірден көрсетіліп тұрады мына калькулятормен. Мысал ретінде $500 құйсаңыздар, сіздерге прибыль ден 5-те және $15 болады. За все время $300 және де $900 деп көрсетіліп тұр. Жақсы. Бірінші бұл жаққа инвестиция жасау үшін біз өзіміз счетымызға ақша салу керекпіз. Ол үшін мой офис деген бөлімге өтеміз. Төменге түсіп, мына жақта депозит деген түймені басамыз. Одан кейін именно қай адрес кошелекпен құятыныңызды таңдайсыздар. Сет. Мысал бізде Tether Trace 20, осыны плюсікті басасыздар. Одан кейін сумманы енгізесіздер. Қанша мысалы $500 құямын десеңіз, $500 дейсіздер, и депозит деген түймені басамыз. Басқаннан кейін сізге транзакция ашылатын болады. Бұл жақта осы адрес кошелекқа сіз осы $500 құйып жіберу керексіздер. Одан кейін 1-2 минут аралықта сіздің счетыңызға түседі. Соған сәйкес мен $200 өзім счетыма құйған боладымын. Қазір сіздерге осы депозитқа саламын, және де плюс бұл жақтан ақша шығарып көретін боламыз. Расымен де счетымызға түсе ме, түспей ме, соны бірге тексеретін боламыз. Енді бірінші бізге депозит жасап көрейік. Ол үшін қайтадан басып әзірге өтейік, яғни өзіміздің офисқа и открыть депозит деген түймені басамыз. Мына жақта 4 пакеттің айырмашылығы неде? Біріншіден, көріп тұрғандай пайызда, яғни пайыз жоғарылап жатыр, бірақ та пайыздың жоғарған өзінің бір условиясы бар. Бұл жақта минимальный пополнение мысалы $1000 деп тұр. Екіншісінде бізде $3000 деп тұр, екінші, который бізде самый қымбат пакет торнадо, бұл бізде $10,000 құю керектігін сұрап тұр. Әрине, бізде $10,000 жоқ, енді бізде $200 бар, соның $190 қазір біз құйып көретін боламыз. Одан бөлек, достар, аяқта біз адресті таңдауын кетпеңіздер. Мысалы, менде Trace 20-да жатыр. Именно осы сетте доллар жатыр. $190 деймін, яғни менде прибыльден $1.90 болады екен, и мен $190 бөлек $66.50 табысқа жетеді екенмін. Жақсы, открыть депозит деген түймені басамын. Все, дата открытия мына аштық, 1%, және де следующее начисление күнделікті осы уақытта маған өзі автоматически құйылып отыратын болады. Бұл жақта бір минусы, досрочно вывод средства жоқ. Жақсы. Енді бізде $10 қалды, оны қалай шешу керектігін қазір сіздерге сол жолын көрсетіп кетейін. Әдейі қалдырдым сіздерге бұл жақта қалай шешу керектігін айту үшін. Қайтадан басым әзірге өтеміз. Одан кейін аяқта вывести деген түймені басамын. Мына жақта Tether Trace 20, осыны плюсик басамын. Вывести сумму $10. Так, кошелек. Мен қазір нақы өзім кошелегімді добавить ететін боламын. Tetherға мына өзімнің кошелегімді сохранить қойған болатын, қоямын. Сохранить настройки деген түймені басамын. Все, сохранено деп шықты, мына жоғары жақта. И қайтадан обратно артқа өтемін. Қайтадан аяқта таңдайын. Мына таңдалып тұр кошелек. Комиссия жоқ екен. Будет выделено он USD. Вывод средств деген түймені басамын. И мына жақта ОК деген түймені басамын. Все, мен ақшаны шығардым.
Енді тек қана күту ғана қалды. Қанша уақыттан кейін түсетінін сіздерге біраз уақыттан кейін айтып беретін боламын. Ендігі сәтте бұл жақта реферальный программа бар. Яғни сіздер өздеріңіз жеке сілтемелеріңіз бар, осы арқылы табыс таба аласыздар. Егер де мой вклад деген бөлімге өтсек, міне бізде осы ашылғаны көрсетіліп тұр, және де обратный счетчик жүріп жатыр. Яғни күнделікті табыс осыған қарап отырып алып отырсаңыздар болады. Минимальный выводпен шешіп отырсаңыздар болады. Және мой пулы деген бар екен, яғни пул енді әзірше ашылмады. Және де операция, енді сіз қандай операция жасавасыз, сол жақта мына историяңызды көре аласыз. Міне достар, шығарған $10 сәтті келіп түсті. Сондықтан бірінші шығарған табысымыз өзіміздің биржамызға түсті. Қалған табыстарымды білу үшін мен телеграм группамнан көріп біле аласыздар. Сілтемесі описанияда тұр. Сау саламатта болғанша.